Бәріңе сәлем, видеолар шықпаса да жаңа жылдың қарсаңында видео шығу керек. Сол үшін осы видеода мен сендерге тағы бір жұмыс орнының прокачкасын көрсетемін. Бұндай видеолар менің каналымда уже көп болып кетті, қанша екенін білмеймін, уже счеттан шатасып кеттім. Бірақ та бұл видеоның шығу себебі менің жұмыс орным уже қаншалықты ескі болып кеткенін сендер уже білетін шығарсыңдар. 2 жыл өтіп кетті. 2 жылдың ішінде уже мына жұмыс орны уже беситетіп бастады. Кресло да ыңғайсыз, стол да шататься етеді, монитор да кішкентай және 60 Гц. В общем, барлығы вообще неудобный. Девайстардан да особо мақтайтын ештеңе жоқ, ауыстырғаным тек қана мышка мен наушник қана. В общем, как раз жаңа жыл болғандықтан өзіме подарка жасау туралы ой келді. Why not? Және жұмыс орнымды примерно бүгін мен 500 мыңға дейін прокачка жасадым. Короче, видео максимально, как обычно, ламповый болады деп ойлаймын. Егер де сендерге жұмыс орным қалай болатыны қызық болса, онда видеоны до конца көр. Ал видеоның басын көп созбай мен бастайын. Это переход, короче. Енді сразу мен айтып кетейін, ешқандай комнатаға рум-тур ондай ештеңе болмайды. Себебі бұл менің негізі өзімнің личный үйім немесе квартирам емес. Сондықтан да только жұмыс орнымды ғана көресіңдер. Қысқасы, менің қазіргі таңдағы жұмыс орным примерно осындай. Көргендеріңдей, стол өте ескі. Бұл столды мен где-то 10 мың теңгеге алған шығармын былтыр, немесе 2 жыл бұрын, даже есімде емес. Бүкіл девайстар өте ескі. Клавиатурам какой-то китайский 5 мың теңгелік клавиатура, егер шатаспасам. Мышкам әрине жақсы, бірақ та сонда да бюджетный болып саналады. Ал коврик для мыши 2 мың теңгелік вроде Алиэкспресстен ала салған бұрында. Және бұл коврикті өздерің көргендей қап-қара болып, жыртылып быт шығып кеткен, короче, в общем, былай айтқанда. Монитор Full HD бюджетный 60 Гц Samsung. В принципе, жұмыс істеуге нормальный, мен бұған жаловаться еткен жоқпын. Просто 60 Гц қазіргі таңда өте аз, және де Full HD деген тоже өте аз разрешение. Бұны да обязательно ауыстыру керек. Келесі зат микрофон мен наушник. Наушнигім Logitech G435. Вроде жаловаться ететін ештеңе жоқ, барлығы өте жақсы. Микрофоным Fifine A8. Бұны маған бартермен жіберген болатын, өте жақсы микрофон. Сондықтан да бұны да ауыстырмаймыз. Креслом игровой Cougar Explorer. Бұрында мен бұны 120 мыңға алғанмын, қазіргі таңда 90 мың теңгедей тұрады. Бағасына абсолютно не стоит, ыңғайсыз, және де білмеймін, маған игровой кресло вообще ұнамайды негізі. Басында бұны алған себебім біріншіден ыңғайлы, екіншіден әдемі. Бірақ та ұзақ қолданыстан кейін уже ыңғайлылығына менің сомнением бар. Качество жағынан ешқандай претензия жоқ, 2 жыл қолданғаннан кейін барлығы өте жақсы. Ал компьютерім характеристикасы экранда жазылып тұр, видеокарта RTX 3060, процессор Ryzen 5 2600X, оперативный память 16 гигабайт. 3 жыл бұрын алдым, барлығы қазіргі таңда да өте жақсы, ойындарды да көтереді, монтаждан да қиналмайды. В принципе, қазіргі таңда ештеңе ауыстырудың керегі жоқ. Енді прокачкаға кірісейік. Ең бірінші барлығын алып тастаймыз. Мен сразу столды таңдаймын деп шештім. Себебі мына старый стол біріншіден шататься етеді, екіншіден ыңғайсыз. Бұл столдың размері 120-70. Ендігі менің стол алудағы характеристикам біріншіден стол ыңғайлы болу керек болды, екіншіден стол кішкене ұзынырақ болу керек болды. Сосын мен Фиспектің бұрында бір видеосынан көрген болатын, что столды өзің сыздырып немесе бір мебельный компаниядан жасатып алған дұрыс деп. Бірақ та мен ондайдан қатты қиналғым келмеді, және де бізде Каспи бар, нафиг оны істеп. Столға мен көп ақша құртуға дайын болдым, себебі маған ыңғайлылық маңызды еді. Короче, осылай мен Каспиден 100 мың теңгеге игровой Xtreon деген столды алдым. Бұл столдың өзінің көтеріліп түсетін механизмі бар, және де осындай механизмі бар столдардың арасында ең арзан түрі. Өйткені мен осындай механический столдардың ішіне көрген кезде көбісі бір где-то 300 мың, 400 мың, там 250 мың сондай бағада тұрған болатын. Ал мынау еще 100 мың теңге, еще MDF материалмен жасалған. Ну енді игровой деген жазуы болмаса, а так в принципе хороший стол. Игровой дегенмен бұны игровой қылатын просто карбоновый поверхность, сосын логотипі ғана. Бұл басқалары в принципе нормальный. Стол маған осындай үлкен коробкада келді, ішінен инструкциясымен бірге детальдары шықты. Столды құрастыру в принципе көп уақыт алмады, даже мен сендерге айтайын, тез 5 минуттың ішінде құрастырып тастадым, сондықтан да бұл жерде ешқандай тоқталудың керегі жоқ. Аяқтары темірден жасалған, арнайы блок питания мен контроллер бар. Тағы басқа кішкентай детальдарды айтатын болсақ, наушник тірейтін бар, сосын стакан қоятын бар. Наушник тірейтін әрине керек, как раз менде беспроводный наушникті соған қоямын. Ал подстаканник қап-қара түсті, еще колхоз сияқты болып тұратын сияқты, сондықтан да алдында просто мусорға лақтыра салдым, керек емес. В общем, стол собранный видта осындай болады. Астындағы проводтарға қатты мән бермеңдер, мен просто тез видео түсірейін деп осыны көрсеттім. Стол по ощущениям өте ыңғайлы, және де бетіндегі карбоновый поверхность ешқандай мешать етпейді, наоборот әдемірек көрініп тұрады. Механизм өте жақсы жұмыс істейді, және де қасында өзінің индикаторы бар, яғни сол индикатор арқылы қай высота саған ыңғайлы болады, сол высотаны қоя аласың. Кнопкалардан үстіге көтеретін, астыға түсіретін, және де 4 режимі бар, яғни 4 высота. Максимально көтерілетін 110 см, ал минимально түсетін 70 см. Бұл столды менің алған себебім тұрып жұмыс істеу үшін. Кейде мен отырып жұмыс істеген кезде маған вообще ыңғайсыз болып кетеді. Сол кезде просто столды жоғары көтеремін да тұрып жұмыс істей беремін. Бұл маған өте ыңғайлы, және де негізі тұрып жұмыс істеу де денсаулыққа пайдалы. Google-да ашып көрсеңдер болады өздерің. Столды мен сендерге совет беремін ба? Егер де сен
компьютерде жұмыс істейтін болсаң, әрине иә. Ал егер де сен простой геймер болсаң, онда әрине жоқ. Себебі тұрып CS ойнаған өте ыңғайсыз, мен өзім тексеріп көрдім. В целом бұл обычный стол, просто механизмі болғандықтан 100 000 теңге тұрады. Бағасы и то бағана айтқанымдай механизмі бар столдардың арасында өте арзан. Енді мен столдың жанына, как обычно, компьютерді қойдым. Компьютер негізі бұл жерде өзгермеген единственный зат. Просто маған келесі өзгерту керек зат ол монитор. 60 герцтік мониторды сатпаймын деп шештім, екінші монитор ретінде рөлін жақсы атқарады. Ал основной монитор ретінде көбінесе таңдаудан маған ең бірінші 2К мониторлар көзге түсті. Мен бұл жерде де қатты заморачиваться етіп, обзор көріп, ештеңе істеуге тырыспадым, просто Каспиде қандай монитор популярный, сол мониторды аламын деп шештім. Былай айтқанда адамдардың отзывына сене салдым. Хотя даже мен өзім мониторды шарит етем вроде, сондықтан да өзім таңдайын деп шештім. Менің алған мониторым 27 дюймдік Xiaomi G27. Бағасы довольно өте арзан, 108 000 теңге тұрады Каспиде. Және де герцовкасы 180 Гц, ал разрешениесі 2К. Распаковка кезінде байқадым, в принципе, комплектация өте жақсы, және де обычный комплектация бұл айтқанда. Понятное дело, монитор китайский, бірақ та қосқан кезде мен ешқандай айырмашылықты байқамадым. Вроде Samsung тоже сондай, Xiaomi да сондай. Ешқандай битый пиксель, ешқандай басқа причиналарды таппадым. Короче, монитор маған ұнады, ешқандай да причинасы жоқ. Просто мына жерде мен единственный алмағаным ол кронштейн. Кронштейн менде біреу ақ, ол старый монитордың кронштейні. Сондықтан да расположение монитораны мен былай қоям деп шештім. Ескі мониторды екінші монитор ретінде солға, ал новый мониторды ортаға өзінің подставкасымен қоямын. Осы расположение маған ең ыңғайлы болды. Девайстарға келетін болсақ, бұларды явно ауыстыру керек болды. Бірақ та менің жолым болды, алдыңғы видеода маған бартермен сразу бүкіл комплект девайстарды беріп жіберген болатын. Бұл Glorious компаниясының клавиатурасы, мышкасы және ковригі. Ковриг особо мені қызықтырмайды, себебі размері кішкентай, хотя вроде бағасы 12 000 теңге тұрады. Білмеймін, кім 12 000 теңгеге мына ковригті алатынын. Клавиатура, мышка вроде жақсы, бірақ та мен бұндай бағаға бұл клавиатура мен мышканы алмаушы едім. Мышка, кстати, беспроводной, а клавиатура проводпен почему-то. Білмеймін, неге сразу беспроводной клавиатура жібере салмады. Хорошо, бесплатный девайс болғандықтан қатты критиковать етпей қойын, бірақ та сонда да, егер де мен алатын болсам, бұлардан жақсы девайстар табатын едім. Себебі өз бағасына, конечно, не стоит, клавиатура қымбат, мышка тоже қымбат. В общем, осы. Енді старый клавиатура мен мышканы әрине мен мышкаға тиіспеймін, ал клавиатура мусорға кетеді, себебі 2000 теңгеге нахер он не нужен. Коврик ретінде 1700 теңгеге Каспиден қара түсті осындай коврик ала салдым. Дизайны обычный, минималистичный, размері 90-40 сантиметр, яғни ең үлкен размері. Просто алғаннан кейін үлкен размерін алайын деп шештім, сондықтан да 90-40. Ендігі менің өзгертетін затым әрине кресло. Негізі до этого менде 120 000 теңгелік игровой кресло болған, бұның аты Когар, бағана видеоның басында айтып кеткен болатынмын. Бұл креслоның басында алғанда мен вроде бы қатты восхищенный болғам, яғни игровой кресло түрі де әдемі, өзі де ыңғайлы болады деп ойладым. Хотя мен бір жыл бойы тупо өзімді алдап, осы кресло ыңғайлы деп ойлап жүрдім. На самом деле кресло вообще ыңғайсыз. Игровой кресло алатындарды енді мен вообще түсінбеймін. Біріншіден, жазда кресло ыстық, қыста кресло салқын, еще эко-кожа болғандықтан сен денең ана креслоға жабысып қалады. Отырған кезде де площади өте үлкен болғандықтан сен білмеймін, вроде артқа жылжып или алдыға жылжып отыру керексің. Короче, мен түсіндіре алмаймын, аны ыңғайсыз вообще. Арқадағы подушкалар вообще ыңғайсыз. Вроде бы ортопедический және де естественный изгиб беру керек, бірақ та мойындағы подушка мен белдегі подушка бір-біріне сай келмейді. Отырған кезде ыңғайсыз, басыңды қоятын жер жоқ. Короче, игровой кресло не стоит өз бағасына. Качество жағынан әрине жақсы, бірақ ыңғайсыз болса не керегі бар. Солай мен Каспи магазинді ашып отырып, өзіме офисный сеточный кресло ала саламын деп шештім. Іздеп отырған кезде менің таңдауым Siho M57V деген креслоға түсті. Және де мен сендерге айтайын, бұл креслоны алғаныма мен өкінбеймін. Қазір неге екенін түсіндіремін. Кресло маған осындай үлкен коробкада келді. Конструкциясы өте ыңғайлы. Ішінде принципе барлық заттары өзі құрастырылып тұр. Просто бір-біріне қоса салу керек. Барлығын құрастырып біткеннен кейін еще бұның аяққа қоятын подставкасы бар. Иә, бұны мен қатты қолданбаймын, келсем, мен бұл үшін алған жоқпын бұл креслоны. Келесі заттар, креслоның качествосы өте жақсы, өте мықты пластиктан жасалған. Крестовинасы темір. Еще роликтары менің бұрынғы кресломнан қарағанда жақсы сырғанайды. Еще көтерген кезде игровой креслодан жеңілірек, жұмсағырақ, сонымен қатар бұрынғыдай терлемейсің. Арқаға арналған естественный изгибі да бар, мойынға арналған естественный изгибі да бар. В принципе, отырған кезде как будто свободно отырасың. Барлығы өте ыңғайлы. Әрине, игровой кресломен салыстырғанда бұның арқасы жатпайды, бірақ та арқасы жататын механизм негізі игровой креслода дұрыс емес жасалған. Соңғы кездері менің мына Когар деген креслодағы арқасы жататын механизм бұзылып қалып жүр. Яғни қазіргі таңда менің креслом неге екенін білмеймін, просто арқасын итеретін болсаң өзімен өзі жатады. Бұл негізі ондай болмау керек, арнайы тартатын заты бар, соны тартқан кезде ғана арқасы жату керек. Сондықтан да механизмі үшін игровой креслоны алуға не стоит. Егер де мен өзім жататын болсам, лично барып диванға жатам, ал жұмыс істейтін болсам, отырып жұмыс істеймін. По дизайну Siho Когардан қарағанда өте нашар, бірақ та дизайн емес, негізі маған ыңғайлылық маңызды болғандықтан осы креслоны алдым. Отырған кезде терлемейсің, өте ыңғайлы,
размері де пространствоны көп алмайды. Механизм жағынан көтерілетін түсетін механизм бар, механизм покачивание бар, сосын подлокотниктар бүкіл режимде қозғалады. Маған кресло өте қатты ұнады, 10-нан 10 деген бағаны беруге болады. Все, в принципе, осының барлығы где-то 450 мың 500 мың теңгені құрады, егер де девайстарды қосып санайтын болсақ. Ал мен жұмыс орнының общий бағасын білмеймін, бірақ та средний бағасын айтатын болсақ, где-то 1,5 миллион және де миллионнан чуть-чуть асады. Еще айтуды ұмытып кетіппін. Осы видеоны жасап жатқан кезде қарындасым маған осындай космический проектор подарить еткен болатын. Мен өзім Интерстеллардың фанаты болғандықтан және де жақында ғана жұмыс орнымда прокачка жасағандықтан, бұл подарка маған өте жақсы подарка болды деп есептей берсем болады. Басында әрине мен жұмыс орныма ешқандай RGB лента, ондай қатты әдемі заттар қоймаймын деп шешкен болатынмын. Себебі мен ондай жастан өттім, уже маған ол қызық емес. Бірақ та мына проекторды қойғаннан кейін менің жұмыс орным вайбовый болып қалды. Проекторды қойғаннан кейін жұмыс орнымда мен видеоға түсіріп, әдемі қылып Инстаграмға или ТикТокқа саламын деп ойлаған болатынмын. Солай, в общем, 5 минутта жасап тастаған осындай видео шықты. Бұны мен Телеграмға жіберген болатынмын. Егер де осындай жаңалықтарды көргілерің келсе, Телеграмға подписка жасап қойсаңдар болады. Ол жерде видеоның алдында спойлерлер шығады, сосын тағы да басқа қызықты заттар жазып отырамын. Толығымен жұмыс орным қазіргі таңда осылай көрінеді, ыңғайлы және де менің ойымша прокачка өте жақсы өзінің ценасын ақтады. Осымен видео ұнаса лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Мен сендерді 2025 жылмен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табысқа жетіңдер, жаңа жылда сендерге бақыт тілеймін. Осымен видео аяқталды. Давайте, короче.